машина айдаганыма 3 ай уақыт болды. И осы 3 айда менің түсінгенім, машина бірінші ол сенің комфортың екен. Яғни машинада сен любой температураны өзіңе ыңғайлы етіп қоя аласың. Мысалы, печканы қосқың келеді, қосасың, терезе ашқың келеді, ашасың деген сияқты. И любой жерге сен любой моментте барып, машинаға отырып кете бересің. Екіншісі, машина бұл любой заттарыңды алып жүре алатын, тоже комфорт қой, енді ол да жатады. Любой заттарыңды алып жүре бересің. Мысалы, артына кроссовкаңды қойып қойсаң болады, тапочкаңды қойып қойсаң болады, съемкаң, киімдердің бәрін машинаның артына тасып қойып қойсаң болады. Өзіңе керекті заттардың барлығын, жұмыстың заттарын басынан бізде мен багажникке қойып қоямын. И үшіншісі, машина айдаған кезде именно бағанағы драйвты басқа еш нәрсе бере алмайды. Мысалы, сен машина айдап драйв алған кезде, қалай айтсам болады, ол сезімді таксимен жүргенде, автобуспен жүргенде, басқа біреудің, сестраңның, жездеңнің или там ағаңның машинамен жүргенде, ол драйвты ала алмайсың, сезіне алмайсың. Если қосарларыңыз болса, астына қосып кетіңіздер. Дұрыс болса, дұрыс деп жазып кетіңіздер.